Сәлеметсіздер балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз үшбұрыштар деп аталады екен. 154-ші сабақ, жаңа сабақ. Яғни біз үшбұрыштар туралы бұрынғы сыныптарда өткенбіз. Үшбұрыштардың үш төбесі, үш бұрышы және де үш жағы болады, қабырғалар. Барлығымыз осы оқулығымызды ашып, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін және де сынып жұмысын жазамыз. Бұл сабақта сендер үшбұрыштарды тануды және жіктеуді үйренесіңдер. Енді балалар, бәріміз бірінші тапсырманы қарастырайық. Уақыт таспасына қара, адамзат баласының даму тарихы ұзаққа созылған және қызықты дейді. Уақыт таспасынан өзің өмір сүріп жатқан кезеңді тап. Яғни мына жерде әртүрлі дәуірлерді көріп отырмыз, ғасырларды. Осының ішінен біз қазір қандай ғасырда өмір сүріп жатырмыз, соны өздерің тауып біліңдер. Олай болса, келесі тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырма. Тік, сүйір және доғал бұрыштардың атауын үш бағанға бөліп жаз. Мына жерде әртүрлі фигуралар беріліп тұр, солардың бұрыштарын біз табуымыз керек екен. Тік бұрыштар деген, тік бұрышты біз қалай білеміз? Тік бұрышты сызғышпен сызған кезде тік бұрышты үш бұрышты сызғанбыз, ал енді сүйір бұрышымыз қандай болады? Ол тік бұрыштан кіші бұрыштарды сүйір бұрыш дейміз. Ал тік бұрыштан үлкен бұрыштарды доғал бұрыш деп атайды екенбіз. Транспортивный жүзікте мысалы 90 градусқа тең болса, ол тік бұрыш болады. 90 градустан кіші болса сүйір бұрыш болады, және де 90 градустан үлкен болса доғал бұрыш болады екен. Олай болса, бірінші мына үш бұрышты қарастырайық. Бұл қандай бұрыш деп ойлайсыңдар балалар? Тік бұрышты сызғышпен өлшегенде бұл тік бұрыш, мысалы В бұрышы тік бұрыш екен. А бұрышын белгілейік және де С бұрышын белгілейік. Сонда бұл тік бұрышты үш бұрышты белгілейтін болсақ, бірінші тік бұрышын жазайық. Тік бұрышы қандай бұрыштар екен? В бұрышын белгілеп жазатын болсақ, А, Б, С, А, Б, С бұрышы қандай екен? Тік бұрыш екен. Ал А бұрышы қандай бұрыш? А бұрышы тік бұрыштан кіші, сондықтан бұл сүйір бұрыш болады екен. Сүйір бұрыштар жазатын болсақ, сүйір бұрыш В, А, С бұрышы сүйір бұрыш екен. Бұл жерде балалар мені байқап отырсыңдар, әр бұрышты жазған кезде біз сол бұрыштың атауын ортасына жазамыз. Екі әріптің ортасына жазады екен. Бұл жерде В бұрышы тік бұрышты көрсетіп тұр, сондықтан А мен С-ның ортасында тұр В әрпі. Ал мына жерде А бұрышы сүйір бұрыш болғандықтан В мен С-ның арасында тұр екен. Солай біз ортасына жазады екенбіз. Енді С бұрышын көрейік. С бұрышы да қандай екен? Сүйір бұрыш екен. Оны жазайық. Сонда қандай болады? А, С, В бұрышы болады екен. А, С, В бұрышы не екен? Сүйір бұрыш. Осы бұрыштар сүйір бұрыш болады екен. Біз бұны талдадық. Енді келесі бұрышты көрейік. Бұл төрт бұрыш екен, жай төрт бұрыш. Енді бұлардың бұрыштарын белгілейік. Е бұрышы, Д бұрышы, мынау қандай? Ж бұрышы және де F бұрышы екен. Бұл жерде мысалы Е бұрышы қандай бұрыш? Тік бұрыштан үлкен, бұл доғал бұрыш екен. Д бұрышы мысалы тік бұрыштан кіші, бұл сүйір бұрыш. Ж бұрышы да тік бұрыштан кіші, сүйір бұрыш, және де F бұрышы тік бұрыштан үлкен, жаңа доғал бұрыш екен. Олай болса, бірінші доғал бұрышты жазайық. Доғал бұрышты жазып көрсетейік. Бұл жерде мысалы
е бұрышы доғал бұрыш, сонда д, е, f бұрышы болады екен, е? д, е, f бұрышы доғал бұрыш екен. Енді тағы да доғал бұрыш бар дедік жаңа. Е, f, g, мына f бұрышы доғал бұрыш, сондықтан да е, f жаңағы g екен, е? G бұрышы осы доғал бұрыш жазады екен. Енді сүйір бұрыштарды белгілеп көрейік. Сүйір бұрыштар. Сүйір бұрыштарды белгілесек, д бұрышы сүйір бұрыш, сондықтан да бұл қандай болады? Е, д, G болады. Е, д, G бұрышы қандай екен? Сүйір бұрыш екен. Енді тағы да сүйір бұрыш бар екен. G бұрышын айтатын болсақ, д, G, f бұрыш сүйір бұрыш екен, е? д, G, және де f бұрышы қандай екен? Сүйір бұрышқа жазады екен. Біз төрт бұрышында жаздық. Екі доғал бұрышын және де екі сүйір бұрышын белгіледік. Енді келесі фигураны қарастырайық. Бұлда бес бұрыш екен, көп бұрыш. Олардың бұрыштарын белгілеп көрсетейік. H бұрышы, I бұрышы, G, V бұрышы және де K, L бұрыштар екен. Бұл бұрыштарды мысалы бүйтіп қарап отырсақ қандай бұрыш екен? Барлығы тік бұрыштан үлкен доғал бұрыштар екен, е? Доғал бұрыштар екен. Осыларды жазып көрсетейік, оны доғал бұрыштарды. Доғал бұрыштар. Бірінші мысалы L бұрышын жазатын болсақ, H, L, K, е? H, L, K бұрышы доғал бұрыш екен. Тағы да қайсысы? H бұрышын жаздық. L бұрышын жаздық. Енді K бұрышын жазайық. L, K, V. L, K, V бұрышы. Некен? V бұрышы доғал бұрыш екен. Және де V бұрышын жазатын болсақ, K, V, G болады. K, V, және де G бұрышы қандай екен? Доғал бұрыш екен. V бұрышын жаздық, енді G бұрышын жазайық. V, G, I болады ма сонда? V, G, және де I бұрышы қандай екен? Доғал бұрыш. Енді I бұрышын жазатын болсақ, G, I, H бұрышы. G, I, және де H бұрышы қандай екен? Доғал бұрыш екен. Енді қай бұрыш қалды? Бес бұрышын жаздық. Енді алтыншы бұрышына H бұрышын жазамыз. I, H, L. I, H, L бұрышы қандай екен? Доғал бұрыштар екен. Біз осы бұрыштардың қанша? Алтауын жазып көрсеттік. Доғал бұрыштар екен барлығы. Енді мына келесі фигураны қарастырайық. Бұл жерде де бұрыштарын белгілеп жазайық. M, N, O, P, Q, е? Мысалы бұл жерде мысалы O бұрышы доғал бұрыш, M бұрышы сүйір бұрыш, тік бұрыштан кіші, N бұрышы доғал бұрыш, тік бұрыштан үлкен, O бұрышы да сүйір бұрыш, тік бұрыштан кіші, және де P бұрышы қандай екен? Доғал бұрыш екен, тік бұрыштан үлкен. Осыларды бірінші жазып көрсетейік. Бірінші сүйір бұрыштарды көрсетейік. Сүйір бұрыштарды көрсетейік. O, M, N, е? Мына сүйір бұрышы. Q, M, N. Q, M, N бұрышы қандай екен? Сүйір бұрыш екен. M, N, O бұрышы қандай екен? Доғал бұрыш, е? Міне. M, N, O бұлар қандай екен? Доғал бұрыштар екен. Доғал бұрыштар.
Ал біз қандай бұрышты жаздық? М бұрышын жаздық, N бұрышын жаздық. Міне ортасында тұр барлығы. Енді О бұрышын жазамыз. N, O, P бұрышы қандай? Сүйір бұрышы. N, яғни N, O, P бұрышы қандай екен? Сүйір бұрыш екен. Ал енді P бұрышын жазайық. Одан бастаймыз. O, P, Q. Бұл қандай екен? Доғал бұрыш екен, е? O, P, және де Q доғал бұрыш екен. Енді Q бұрышын жазып көрсетейік. Q бұрышы да доғал бұрыш. P, Q, M. P, Q, M бұрышы қандай екен? Доғал бұрышқа жазады екен. Міне біз қанша бұрышын жаздық? 5 бұрышын жазып көрсеттік. 2 сүйір бұрыш бар екен, және де 3 доғал бұрыштары бар екен. Келесі мына тік төртбұрышты қарастырсақ, бұл жерде барлық бұрыштар тік екен. Міне көріп отырсыңдар. Бұларды ары созып сыза берсек, түзу бір-бірімен қиылысады. Осындай тік бұрыштар шығады екен. Немесе бұларды да жазып көрсетейік. Тік бұрыштарды жазып көрсетсек, қандай тік бұрыштар бар екен бұның ішінде? Тік бұрыштар. Мысалы, R-ді көрсететін болсақ, V-ді көрсететін болсақ, V бұрышын жазатын болсақ, V, R, V, T, R, I екен. I, T. R, I, T бұрышы қандай екен? Тік бұрыш. Және де I-ді жаздық. Енді T бұрышын жазайық. I, T, S бұрышы. I, T, S бұрышы тік бұрыш. Тағы да қандай бұрыш бар екен? T бұрышын жаздық. Енді S бұрышын жазамыз. T, S, R бұрышы. Міне. T, R, S. T, R, T, S, R. Біз жаңағы S бұрышын белгілейтін болсақ, T, S, R болады екен. Келесі қай бұрыш қалды? R бұрышы қалды. S, R, I бұрышы. S, R, I бұрышы. Достар, тік бұрыштар екен. Біз төрт бұрышын жазып көрсеттік. Барлығы қандай екен? Тік бұрыштар екен. Енді келесі есепті қарастырайық. Үшінші есеп кестеге қара бұрыштарына қарап, үш бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады дейді. Мысалы, үш бұрыштың түрлері беріліп тұр екен. Тік бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыш. Тік бұрыштар, мысалы, тең бүйірлі бұрыштар болады екен. Соның ішінде тең қабырғалы және де қабырғалары әртүрлі бұрыштар болады екен. Мысалы, мына жерде бірінші тең бүйірлі бұрыштарды қарастырсақ, мына жерде тік бұрыш тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр. Себебі оның мына екі қабырғасы тең, сондықтан да бұл тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр. Екі қабырғасы тең, үшінші қабырғасы ұзындау екен, бұл тең бүйірлі тік бұрыш. Тең бүйірлі тік бұрышты үш бұрыш екен. Енді мына екіншісінде де міне қандай екен? Бұл жерде де мысалы екі қабырғасы бір-бірімен тең, үшінші қабырғасы ұзын. Бұл да тең бүйірлі үш бұрыш. Бұл тік бұрыш болмайды, бірақ тең бүйірлі үш бұрыш болады екен. Мына жерде де мысалы мына жерде екі қабырғасы бірдей. Бұл жерде де бұл қандай бұрыш болады екен? Тең бүйірлі үш бұрыш болады екен.
тең қабырғалы дегеніміз қандай екен? Тең қабырғалы дегеніміз барлық қабырғалары тең екен, мына жерде. Мына қабырғасын өлшекті мына бәрін үшеуін салыстырсақ, тең болады. Сонда бұлар тең қабырғалы үшбұрыш болады екен. Енді мына жерде қабырғалары әртүрлі үшбұрыштар беріліп тұр. Мысалы, мынанікі тік бұрыш, бір жағы ұзын, бір жағы қысқа, мына жағы ұзын. Бұл қандай екен сонда? Қабырғалары әртүрлі тік бұрышты үшбұрыш екен. Мына жерде де мысалы бір қабырғасы ұзын, екіншісі қысқалы, үшінші қабырғасы ұзындау. Бұл қабырғалары әртүрлі үшбұрыш. Тік емес, бірақ тік бұрышы жоқ бұның. Енді мына жерде де мысалы бір қабырғасы ұзын, екіншісі одан ұзынырақ, үшіншісі де ұзын. Бұл қабырғалары әртүрлі үшбұрыш екен. Міне, біз үшбұрыштарды осылай ажыратады екенбіз. Оларды осындай топтарға бөлуге болады. Үшбұрыштың түрлеріне қарай және де олардың қабырғаларына қарай бөлуге болады екен. Енді осыны ережені есімізде сақтайық. Егер міне үшбұрыштың тік бұрышы бар болса, онда ол тік бұрышты үшбұрыш деп аталады екен. Егер үшбұрыштың екі қабырғасы тең болса, онда ол тең бүйірлі үшбұрыш деп аталады. Егер барлық үш қабырғасы да тең болса, онда тең қабырғалы үшбұрыш. Ал егер барлық қабырғаларының ұзындықтары әртүрлі болса, онда қабырғалары әртүрлі үшбұрыш деп аталады екен. Міне осыны біз есімізге сақтаймыз. Жаңа оның бәрін көрдік. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Бұл жерде мысалы төртінші есеп суретке қара үшбұрыштарды қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөлу, оларды басқаша қалай бөлуге болады дейді. Мысалы, мына жерде бірінші жаңа айтқанымыздай қандай екен? Барлық қабырғасы қандай мұның? Тең, бұл сонда қандай болады? Тең қабырғалы үшбұрыш болады екен. Барлық қабырғасы тең. Ал мына жерде қандай? Және де бұл тең қабырғалы үшбұрыш болғанда қандай? Сүйірбұрышты үшбұрыш. Барлық қабырғалары сүйірбұрыш екен. Міне. Барлық қабырғалары сүйірбұрыш екен. Сонда тең қабырғалы сүйірбұрышты үшбұрыш болады екен. Екінші үшбұрышты қарастырайық. Екінші үшбұрышымызда мысалы екі қабырғасы бірдей. Екі қабырғасының ұзындығы бірдей, табаны қысқа. Сонда бұл қандай болады? Тең бүйірлі үшбұрышқа жатады екен. Тең бүйірлі үшбұрышқа жатады екен. Бұның да қабырғалардың бәрі сүйірбұрышты, сонда тең бүйірлі сүйірбұрышты үшбұрыш болады екен. Ал мына жерде бір қабырғасы қандай екен? Тік. Сонда бұл тік бұрышты сүйірбұрышты үшбұрыш. Бұл тік бұрышты үшбұрыш, бір қабырғасы тік болып тұр, сондықтан да бұл тік бұрышты үшбұрыш болады екен. Қалған екі қабырғасы сүйірбұрыш. Тік бұрышты үшбұрышты міне осылай жасады екенбіз. Ал мына жерде мынау бұл да қандай екен? Тік бұрыш, тік қабырғасы бар, тік бұрышы бар, және бұл тік бұрышты үшбұрышқа жасады екен. Р бұрышы, тік бұрышты үшбұрыш. С бұрышы. Бұл да тік бұрышты үшбұрыш, С бұрышы. Көрінеді ме міне? Қабырғалары әртүрлі, бірақ тік бұрышты. Міне. Жоқ, бұл тік бұрыштан кішкене үлкендеу екен. Сонда бұл қандай екен? Доғалдау екен. Доғал, бір бұрышы доғалдау, сонда бір бұрышы қысқалау, бір бұрышы ұзын. Және бұл әртүрлі қабырғалы үшбұрыш екен. Үш қабырғасы үш түрлі. Әртүрлі қабырғалы үшбұрыш екен. Ал мына бұрыш қандай екен? Тік бұрышты. Бұл енді тік бұрышты үшбұрышқа жасады. Мына қабырғасы тік. Сондықтан да бұл тік бұрышты үшбұрышқа жасады. Бұның да жаңағы қабырғалары әртүрлі. Онда әртүрлі. Мәрткі тік бұрышты үшбұрыштың да қабырғалары әртүрлі екен. Енді мына жерде С бұрышы қандай екен? С үшбұрышы барлық қабырғалары бірдей, тең қабырғалары үшбұрыш екен. Тең қабырғалы үшбұрыш. Ал В бұрышы қандай екен? В үшбұрышы қабырғалары әртүрлі ұзындықтары көрінеді. Біреуі ұзын, біреуі қысқа, біреуі одан да ұзын. Және бұл тең әртүрлі қабырғалары
қабырғалары әртүрлі неген сүйір бұрышты үшбұрышқа жазады екен. Яғни қабырғалары әртүрлі сүйір бұрышты үшбұрышқа жазады В бұрышы. Міне біз бұрыштарына қарай және қабырғаларына қарай бұрышта нелерді фигураларды талдадық. Енді келесі 5-ші есеп сызғыштың көмегімен үшбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше дейді. Олардың қандай үшбұрышқа қабырғалары әртүрлі тең үшбұрышқа жазатын дәлелдеуіміз керек. Әртүрлі ме қабырғалары жоқ, тең қабырғалары ма, тең бүйірлі ме жататын анықта дейді. Нөмірі бойынша топқа бөліп жаз. Міне бұл жерде жаңағы бірінші тапсырмадағыдай, осы тапсырмадағыдай, мына осындай қабырғалары әртүрлі тең қабырғалы және де тең бүйірлі үшбұрыштарды тауып не істейміз? Нөмірі бойынша анықтап жазады екенбіз. Мысалы, бірінші нөмір қандай екен? Екі қабырғасы бірдей, және бұл қандай болды? Тең бүйірлі үшбұрышқа жазады екен, иә? Ал екінші қандай? Барлық қабырғалары бірдей, тең қабырғалы үшбұрышқа жазады. Үшінші қандай? Қабырғалары әртүрлі сүйір бұрышты үшбұрыш екен, иә? Үшінші. Төртінші тік бұрышты үшбұрыш. Бесіншіде тік бұрышты үшбұрыш жазады екен. Алтыншы қабырғалары бірдей тең қабырғалар үшбұрыш жазады, иә? Жетінші қандай екен? Бұл қабырғалары әртүрлі сүйір бұрышты үшбұрыш жазады. Қалғандарын өздерің осылай сызғышпен есептеп жазып қойыңдар, нөмірлерін белгілеп. Енді жазбаша есепте дейді. Мына жерде мысалы қосу амалдары беріліп тұрған, және де көбейту, екі таңбалы, үш таңбалы сан көбейту және бөлу амалына беріліп тұрған есептер екен, иә? Енді осылардың бір-бірін шарт көрсетейін, оны арқылы өздерің шарасыңдар. Мысалы 87.658-ге 68.763 қосады, бұған 18.764 қосады екенбіз. Осыларды қосып көрейік. Бірінші қайсанға қосамыз? Қайсанды қоссаңыз 87.658-ге жазайық. 87.658 қосу 68.763. 68.763. Яғни бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік, мыңдықтың астына мыңдық жаздық. 8-ге 3 қоссақ қанша болады? 11 бір ойда дейміз. 6-ға 5 қоссақ 11, ойдамен 12, иә? Бір ойда. 7-ге қоссақ 13, 13-ге бір қоссақ 14, бір ойда. 8-ге 7 қоссақ 15, ойдағанмен қанша болады? 16 болады, иә? Бір ойда. 8-ге 6 қоссақ 14, ойдағанмен қанша болады? 15 болады екен. Енді осыған біз қайсанды қосамыз? 156.421 шықты ма? 156.421-ге нені қосамыз? Жазып алайық. 156.421 дедік пе жаңа? Осыған нені қосамыз? 18.764 қосамыз. Бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік, мыңдықтың астына мыңдық, және де 10 мыңдықтың астына 10 мыңдық жазамыз, иә? Қосамыз 5, мына екеуі 8, 7-ге 4 қоссақ 11, бір ойда, мына екеуі 14, ойдамен 15, бір ойда, 6, ойдамен 7, 1. Оның сонда қандай сан шықты? 175.185 шықты. Сендер де осылай шықты ма? Тексеріңдер. Келесі екі таңбалын өздерің көбейтіп аласыңдар. Енді үш таңбалын көбейтіп көрейік. 239-ды көбейтеміз. Қаншаға? 454-ге. 454-ге көбейтейік. 9-де 4-дің қанша? 36, шой. Енді 4-де 3-ім 12. Ойдамен 15 болды ма? 15 бір ойда. 4-де 2-ім 8, ойдамен қанша? 9 болады. Енді біз бірлікпен көбейттік, енді ондықпен көбейтеміз. 5-де 9-ым қанша? 45. 4 ойда. 5-де 3-ім 15, ойдағы 4-пен қанша болады? 19 болады ма? 19 бір ойда.
5-де 2-10, ойдағы 1-мен қанша болады? 11 болады екен, е? Енді біз 10-дан көбейттік, енді 100-ден көбейтейік. 4-де 9-ым 36. 100-дің астына жазамыз 36 деп 3 ойда. 4-де 3-ім 12. 12 3 қосса қанша болады? 15 болады. 1 ойда. 4-де 2-ім 8, ойдағы 1-мен қанша болады? 9 болады ма? 9 болады екен. 9 деп жазамыз 1-дің астына. Енді осыларды қосамыз. 6, 5-ке 5 қоссақ 10 бір ойда. 9-ға 9 18, 18-ге 6-ны қоссақ қанша болады? 24. Оған 1-ді қоссақ 25. Жаңағы 1-ді 2 ойда дейміз. 2 ойда. 5-ке 1-ді қоссақ 6, ойдағы 2-м қанша? 7 болады. Мына жер 9-ға 1-ді қоссақ 10. Сонда қандай сан шықты? 107.506 шықты, солай ма? 107.506 шыққан екен. Енді сендер де осыны тексеріп шығарып қойыңдар. Енді келесі мына бөлуді орындайық. Яғни қайсысын орындаймыз? 460.598-ді жазайық. 460.000. Яғни 460.598-ді бөлеміз 782-ге. 782 білек. Енді 460-782 жетпейді. Мына 5-тен қайырамыз. Бірінші толымсыз бөлінішті. Табамыз. Енді 46-ның ішінде 7 неше рет бар мысалы? 7-тен берсек асып кетеді. 6-дан берсек те асып кетуі мүмкін. Сондықтан 5-тен беріп көрейік. 5-де 2-м 10 бір ойда. 5-де 8-ім 40. Ойдағы мен қанша болады? 41 болады. 4 ойда. 5-де 7-м 35. 35-ке 4 қоссақ қанша болады? 39 болады ма? Жазайық көрейік. 5-тің өзі түседі. 10-нан 1-ға жібереміз. 10-нан 1 жазсақ қанша? 9 қалады. Мына жерде 6-тан 1-дан 5 қалады. Мына жақтан 1-ға жібереміз. 15. 15-тен 9 алсақ қанша қалады? 15-тен 9 алсақ 6 қалады. Мына жерде 0 қалады. 695. 782-ге жетпейді. Енді 9 түсіреміз. Енді қаншадан берсек болады екен? 69-ның ішінде 7 неше рет бар? 9-дан беріп көрейік. 9-дан беріп көрсек қалай болады екен? Көрейік. 9-де 2-м 18. Бір ой 9-де 8-ім 72. Ойдағы 1-ді қоссақ 73 болады. 7 ойда, е? 2 63. Асып кетеді екен. Ондай болса неден береміз? 8-ден беріп көрейік. 8-де 2-м 16. Бір ой. 8-де 8-ім 64. Ойдағы мен 65. 6 ойда. 8-де 7-ім қанша болады? 56. 56-ға 6-ны қоссақ қанша болады екен? 56-ға 6-ны қоссақ 62 болады. Солай ма? Енді айтайық. 9-дан 6 қоссақ 3 қалады. Мына жерде 0. Мына жерде 7 қалады. Енді 0 қалады. Енді осыған 8-ді түсіреміз. Енді 9-дан беріп көрейік жаңағы. 9-де 2-м 18 бір ойда. 9-де 8-ім 72. Ойдағы мен 73. 7 ойда. 9-де 7-ім 63. Ойдағы 7-мен 70 болады. Міне. Сонда мына 589 шығады екен. Бөлу амалын шығардық. Енді осыны жазып алыңдар. Қалған есептерді өздерің осылай шығарып көріңдер. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Келесі тапсырмада бұл жерде мысалы 7-ші есеп беріп есеп шығар дейді. Оқимыз кәні бәріміз. Тең қабырғалы
ABC үшбұрышының периметрі 27 сантиметрге тең. Оның қабырғаларының ұзындығын тап дейді. Бұл жерде үшбұрыштың периметрі қанша 27 сантиметрге тең болса, үшбұрышта мысалы неше қабырғасы бар? Үшбұрыштың 3 қабырғасы бар, сондықтан да біз не істейміз? Қабырғасының ұзындығын табу үшін 27-ні 3-ке бөледі екенбіз. Ұзындығын табу үшін 27-ні 3-ке бөлейік онда. 9 болмай 9 сантиметрден екен, және бұл қабырғасы үшбұрыштың 9 сантиметрге тең екен. 9 сантиметрге тең. Енді тең қабырғалы жетінші әсін шығарамыз. Бұл жерде осыған ұқсас есеп өстерін қарастырамын. Енді периметрі мысалы қаншаға тең болуы мүмкін? 21-ге ме, 24-ге ме, соның ұзындығын табасыңдар, одан да үлкен санға ма? Енді сегізінші есепті қарастырамыз. Тапсырманың орнында дейді. Үшбұрыш пішінді гүлзардың сызбасына қара, оның ауданы қайда болатынын ойла дейді. Яғни үшбұрыш пішінді гүлзардың сызбасына қара дейді, гүлзардың. Оның ауданы қайда болатынын ойла дейді. Гүлзар дегеніміз мына қайсысы? Мына жерде үшбұрышты гүлзар беріліп тұр екен, осылардың ауданы біз қайда дегенбіз. Яғни бұл жерде біз бірінші осы үшбұрышты мысалы былай жалғастырып сызатын болсақ, бәрінің қабырғасының бірдей не болады? Төртбұрыш болады, яғни шаршы төртбұрыш болады екен. Енді осының үшбұрыштың жартысы, төртбұрыштың жартысы не болады? Үшбұрыш болады ғой, бөлген кезде жартысы үшбұрыш болады. Сондықтан да біз осының ауданын табу үшін бірінші төртбұрыштың ауданын есімізге түсірейік. Табуды. Естен мысалы аудан таққандағында болады А көбейту Б, мысалы яғни ені мен ұзындығымен ені көбейтеді екенбіз. Оны бәріміз білеміз. Ал енді үшбұрыштың ауданын қайда? Яғни осы үшбұрыш осы төртбұрыштың жартысы болғандықтан не істейміз? Осыны 2-ге бөледі екенбіз. А бұны 2-ге бөлеміз, А көбейту бұны 2-ге бөлеміз. Енді осыны орнына қояйық, жазайық. Сонда біз бұл жерде немен ені көбейтеміз? 16 мен 14-ті көбейтіп, яғни 12-ге бөледі екенбіз. Жазайық енді S тең 16 мен 14-ті көбейтеміз. Аудан тапқан кезде сөйтіп оны не істейміз? 2-ге бөледі екенбіз. 2-ге бөлеміз. Үшбұрыштың ауданын тапқан кезде. Енді 16 мен 14-ті көбейтейік. 4 жердегі 6 мен 24, мысалы 2 ойда 4 жерден 4, ойда 2 мен қанша болады? 6 болады. 16 өзі түседі. Қосамыз. 4, мына жерде 12, бір ой, бір ойдағы 1 мен 2 болады. 224. Сонда қаншаға тең екен? 224-ке тең екен. Енді осыны біз не істейміз? 2-ге бөледі екенбіз. 224-ті 2-ге бөліп көрейік. Қанша болады? 224-ті 2-ге бөлсек 112-ден болады, солай ма? Міне 2-ге бөлген кезде 112-ден болады екен. Міне былай баған түрінде бөліп көрсек те қандай болады? 2-ге бөлсек, мысалы 1-ден береміз 2, тағы да 2, 1-ден береміз 2, және де 4-ге 2-ден береміз 112 болады екен. Сонда ауданы қаншаға тең екен? 112 сантиметр квадратқа тең екен. Яғни үшбұрыштың ауданы неге тең екен? S тең 112 сантиметр квадратқа тең. Ауданын қалай табуды білдік па? Яғни біз үшбұрыштың ауданын тапқан кезде оның ұзындығы мен енін көбейтіп 2-ге бөледі екенбіз. Формуласы қандай? Үшбұрыштың ауданын тапқан кезде А көбейту В бөлу 2. Міне, бұл үшбұрыштың ауданының табудың формуласы екен. Енді осыны түсініп алсақ, келесі
тоғызыншы есепке жасап көрейік. Әлім бәріміз оқимыз, әлім 37 литр суды екі шелекке құйып алды. Оларды әкене жатып, бірінші шелектен 2 литр суды, ал екінші шелектен 5 литр суды төгіп алды дейді. Енді шелектердегі судың көлемі бірдей болды. Әрбір шелектен неше литр су болады дейді. Су болды дейді. Яғни басында қанша 37 литр су болды, әкеле жатқан кезде соны екі шелекке құйып алған екен. Одан жаңағы біріншісінде 2 литр суды, одан кейін 5 литр су төгіп алған екен. Сонда қанша қалады? 37-тен жаңағы 37-ден азайтамыз нені? 5-ке 30 қанша? 7 қалады ма? Сонда 30 қалады, солай ма? Сонда 30 қалған кезде әр шелекте 32-ге бөлсек, екі шелекке 15 литрден болады, солай ма? Әр шелекте 15 литрден су болады. Енді қарай олардың әрқайсысында қанша литрден су болғанын білу үшін не істейміз? Тағы да енді шелектердегі судың көлемі бірдей болды дейді. Жаңа төгіп алған кезде. Басында сонда әр шелекте неше литр су болды дейді. Сонда оны білу үшін бірінші 15-ке жаңағы 2 литр суды қосамыз. Сонда қанша болады? 17 литр. Сонда бұл не болады? Бірінші шелектегі су болады. Бірінші шелектегі су 17 литр екен. Енді екінші шелекті табу үшін сол 15-ке нені қосамыз? Жаңағы 5 литрді қосамыз, төккен суды. Сонда қанша болады? 20 литр болады. Сонда екінші шелектегі су 20 литр екен, міне. Ал 20-ға жаңағы 17-ні қоссақ 37 болады екен. Міне осылай жазып алсаңдар болады, есепті түсініп алсаңдар. Енді осы есептердің бәрін бүгін шығардық. Үш бұрыштар туралы түсіндік деп ойлаймын, олардың қандай түрлері болатынын, қалай ажырата білетініміздің бәрін түсіндік деп ойлаймын. Енді түсінбесеңдер, оны сұрап, түсінбеген сұрақтарыңызды сұрап алуға болады. Ал енді үйге тапсырма берейік. Үй тапсырмасына осы 10-шы тапсырманы беремін. Сюжетке қара дейді. Берілген белгілері бойынша үш бұрыштарды топқа бөл. Оларды басқаша топтауға бола ма? Міне. Бұрыштары бойынша топтайсыңдар, жаңағы айтылған тапсырмалардай, және де әсінде қабырғалары бойынша топтайсыңдар. Міне, бұл тапсырма сендерге түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.